Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Қазақ тілінен кезекті сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы климаттық өзгерістер. Бүгінгі сабақта мәтін бойынша проблемалық сұрақ құрастырамыз. Тұйық етістіктің ережесімен танысамыз. Оқушылар, біз өткен сабақта етістіктің есімше, көсемше түрлерімен танысқан болатынбыз. Бүгінгі сабақта етістіктің ерекше формасы тұйық етістікпен танысамыз. Тұйық етістік жақпен де, шақпен де байланысты емес. Қимылдың, іс-әрекеттің атын білдіреді. У жұрнағы жалғану арқылы жасалады, септеледі, тәуелденеді, көптік жалғауы жалғанады, бірақ жіктелмейді, яғни есімдерше түрленеді. Тұйық етістіктің емлесі. Егер етістіктің түбірі ы дыбыстарына аяқталса, у жұрнағы жалғану барысында бұл дыбыстар түсіріліп жазылады. Мысалы, оқу, кему. Екіншіден, егер етістік түбірі дауыссыз и дыбысына аяқталса, онда и мен у дыбыстарының орнына ю жазылады. Мысалға, жаю, ою. Етістіктің түбірі дауысты и дыбысына аяқталса, и түсірілмей, ю оның үстіне қосылады. Мысалға, кию, жию. Етістіктің түбірлері п, к, қ қатаң дауыссыздарына аяқталса, у жұрнағы жалғану барысында олар п б-ға, қ ғ-ға, к г-ға өзгереді. Мысалға, сегу, жағу, үгу. Оқушылар, біз алдыңғы сабағымызда сұрақтың түрлерімен танысқан болатынбыз. Қанекей, жабық сұрақ пен ашық сұраққа мысал келтіріп, еске түсіріп көрейікші. Дұрыс айтасыңдар балалар. Климат дегеніміз не? Жабық сұрақ бола алады. Себебі жауабы нақты әрі қысқа. Қалай ойлайсың? Климаттық зардаптардың алдын алу мүмкін бе? Бұл жоғары дәрежелі сұрақ. Яғни оқушының көзқарасын, тұжырымын қажет ететін сұрақ. Оқылым барысында у жұрнағы жалғанған тұйық етістіктерді түртіп алып отырайық. Оқушылар, бәріміз назарымызды экранға аударып, экрандағы оқылым мәтінімен танысайық. Климаттың өзгеруі және ғаламдық жылыну. Климаттың ғаламдық жылынуы фантастика ретінде қабылданатын. Бүгінгі күні ғаламдық деңгейде болып жатқан климаттың өзгеруіне көптеген дәлелдер бар. Қазақстанда ауаның орташа жылдық температурасы 1936 жылдан бастап 2005 жылдар арасында әрбір 10 жыл сайын 0,31 градусқа жоғарылап отырған. Соңғы 50 жылда Іле Алатауының солтүстік бөктеріндегі мұздықтардың ауданы 41%-ға қысқарған. Үкіметаралық сарапшылар тобының болжамдары бойынша, егер климаттың өзгеруі мен күннің жылынуы осы қарқында өрбитін болса, 20 ғасырдың ортасында орташа температура 6 градусқа жоғарылауы мүмкін. Бұл өз кезегінде 2 градусқа жылынудың өзі кері салдарға әкеп соғатын Қазақстан үшін орасан зор апат болып табылады. Бүгінгі күннің өзінде еліміздің территориясының 75% экологиялық тұрақсыздық тәуекеліне ұшырап отыр. Алапат ыстық, құрғақшылық, тіршіліксіз шөл даланың аумағы солтүстікке қарай 300-400 шақырымға жылжиды. Су ресурстарының жетіспеушілігі мал жайылымдарының азаюына әкеліп соғады. Және
ауыл шаруашылығына ауыр соққы болып табылады. Қазақстанда климаттық тәуекелдерді басқару жобасы мамандарының пайымдауынша, табиғаттағы процестердің белгілі бір шеңберге бағынатынына қарамастан, температураның жаһандық жоғарылауы нақты дәйек болып табылады. Қазақстанда температураның жоғарылауы жауын-шашын мөлшерінің артуымен өтеліп отырған жоқ. Бұл белгілі бір тәуекелдерге алып келеді. Оқушылар, оқылым мәтіні бойынша екі жалпы сұрақ, екі проблемалық сұрақ құрастырып көрейікші. Тапсырманы орындап болсақ, өз нұсқамызды экрандағы нұсқамен салыстырып көрейік. Бірінші, Іле Алатауының солтүстік бөктеріндегі мұздықтардың ауданы қанша пайызға қысқарған? Бұл бізде нақты жауабы бар жалпы сұрақ. Екінші, еліміздің территориясының неше пайызы экологиялық тұрақсыздық тәуекеліне ұшырап отыр? Бұл жерде де нақты жауабы бар жалпы сұрақ. Ал енді екі проблемалық сұраққа назар аударайық. Өзіміздің жауабымызбен сәйкестендіріп көрейік. Қалай ойлайсың? Климат өзгерісі неге әкеліп соқтырады? Екінші, не себепті су ресурстарының жетіспеушілігі ауыл шаруашылығына ауыр соққы болып табылады? Бұл жердегі екі проблемалық сұрақ көзқарасты, дәлелдерді, пікірді қажет ететін сұрақтар. Оқушылар, төменде берілген сөздерде тұйық етістік жұрнағы жалғанған етістіктерді келесі банкіге теріп жазайықшы. Тапсырманы орындап болсақ, экрандағы дұрыс нұсқасына назар аударып, сәйкестендіріп отырайық. Талдау, сынау, бейімделу, гүрілдеу, бұзу, оқу, кему. Бұл сөздер балалар тұйық етістік жұрнағы жалғанған сөздер. Үй тапсырмасы балалар, төменде берілген тұйық етістіктерді түрлендіре отырып, сөйлем құрап жазамыз. Шерту, үйрену, ойнау. Сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақта мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырдық. Тұйық етістіктің ережесімен таныстық. Келесі білім алаңында жүздескенше.